Саламатсыздар ма? Математикадан 3 сынып 104 сабақтан ашық сабақ. Тақырыбы разрядтан аттама 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Балалар, саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Кәнеки, сәлем сөздің анасы дегендей, алдымен әр елдің амандасу салтын орындайық деп, навени баянды қосасыздар, стоп басып тұрасыңдар. Жаңа Зеландияша мұрнымызбен амандасайық. Үндістандарша қолымызды қойып амандасайық. Францияша бетімізден сүйіп амандасайық. Жапонияша иіліп амандасайық деп 3-4 амандасу түрін орындайсыздар. Ал балалар, кәнеки тақтаға келе қойыңыздар, топқа бөлініп алайық. Мінеки. Үстін басады, өздері орналасады. Әр жерден басып. Неше деген сан шығады, сол топқа барады. 3 топқа арналған, 20 балаға арналған. Егер балаңыз 21, 22, 23 болса, осылай копировать етеміз. Және соны ставить етеміз. Мына жерге сосын 22 бала болса, тағы бір рет ставить етеміз. Бос жерге орналастырамыз. Және де мынаның астында 1 деп тұр ғой енді. 21 балада. Мынаған 2 деп жөндейсіздер. Сонда жаңағы 22 бала. 3 болса, тағы бірін мына жерге орналастырамыз. Түсінікті ме? Енді әзірше маған 20 балаға жет, сондықтан осылай қалдырамын. Ал енді балалар, үй тапсырмасын тексеріп жіберейік. Үй тапсырмасына 1 балл беріле, 1 балл жазып қойдым мына жерге. Тексеріп 41-ді 2-ге өтейік, тез-тез ауызша тексеріп жіберіңіздер. Содан кейін кез келген математика сабағының алдында ауызша есептер орындатқан дұрыс. Кәнеки, кім шапшаң? Маса қанатын секундына 1000 рет қағады. Бұл араның қағысынан масанікі 5 есе артық. Ара қанша рет қағады? 200 рет. Қоңыраю салмағы 200 кг. Ал ағаю одан 3 есе артық. Ағаюдың салмағы қанша? 200-ді 3-ге көйтеді, 600 кг. Өте жақсы балалар. Енді мынаған қарайық. 43 көбейту 2, 243 көбейту 2. Бұл өрнектердің ұқсастығы неде? Мынау 2 таңбалы, мынау 3 таңбалы. Енді оны біз қалай орындайтын едік? Қараңызшы, 243 көбейту 2-ні орындаған кезде біз ұзартып былайша шығаратын едік. 200 қосу 40 қосу 3, оны 2-ге көйтеміз. 200 2-ге көйтеміз, 40 текке, 3 текке. Осылайша ұзартып жазатын едік біз бұрын. Енді мынандай есеп қолайлы ма? Қалай ойлайсыздар? Одан гөрі мынандай да есептеу бар. 243 көбейту 2. Ағандап жазып аламыз. Бірлікті көбейтеміз, 3 2 6, ондықты көбейтеміз, 4 2 8, бір жүздікті көбейтеміз, 2 2 4. Өрнектің мәні 486. Қай тәсіл қолайлырақ? Әрине осы тәсіл. Ендеше балалар, мына есептеулерді орындап көрейікші, сонда бүгінгі тақырып шығады. 21 3-ге көтсек, 63. Астынан бастаңыздар. 43 көбейту 2 86. В общем, айтады. Балалар, бүгінгі тақырып 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту екен. Бүгінгі сабақта біз 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейтуді үйренеміз. Ал сабағымыздың мақсаты мынадай деп оқып шығасыңыздар. Білім Лендтің үйренейік атты. Үйренейік емес. Білім Лендтің 1 минуттық видеосы бар, түсіндіретін. Соны қосасыңыздар. Соны көрсетіп болғаннан кейін, сонымен алгоритм деген не? Алгоритм алдымен баған түрінде жазып аламыз, бірліктерді көбейтеміз, ондықтарды көбейтеміз, жүздіктерді көбейтеміз, сосын жауабын оқимыз екен. Мінеки балалар алгоритм. Ал черновик алдыртыңда мына 1-2-ін орындаттың. Кез келген қалаған біреуін орындаңызшы дейін балаларға. Тез-тез біреуін орындасын, тексерейік. Кімде дұрыс? Менде. Алгоритмді айтып жіберіңізші. Алдымен бағандап жазамыз. Бірлігін көбейтем, ондығын көбейтем, жүздігін, сосын жауабын оқимын. Мінеки, осы бүгінгі тақырып. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз қазақ халқының ұлы ағартушылары туралы есептер шығарамыз. Алдымен олардың кім екендерін біліп алайық деп 2 минуттық видео бар, соны көрсетесіңіз. Так, осыдан кейін. Балалар, ұлы ағартушылар Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин туралы есеп бар. Мінеки. Мынаны бір балаға оқытып, егер мына есептеулерді орындасақ, жұп сан шықса Шоқан Уәлиханов, тақсан болса Ыбырай Алтынсарин. 2 балл беріледі. Бұлай орындаймыз. Ал сонымен ауызша бұл. 142-ні 2-ге көйтсек, 284. Дұрыс. Тарихшы. Бұл жұп, тарихшы, бұл Шоқан Уәлиханов. 221-ді 3-ге көйтейік. Бала айтқаннан кейін басың үстін. Немесе балалардың өздеріне басқызың. 663, яғни бұл педагог Ыбырай Алтынсарин. 231-ді 3-ге көйтсек, бала айтады, басамыз. 693 аудармашы, бұл Ыбырай Алтынсарин. 31 көйту 3 жазушы, бұл Ыбырай Алтынсарин. Журналист Шоқан Уәлиханов,
айтады жауабын, сосын басамыз. Саяхатшы Шоқан Уәлиханов. Сонымен Шоқан Уәлиханов тарихшы, журналист, саяхатшы, ал Ыбырай Алтынсарин аудармашы, педагог, жазушы. Балалар, ұлы ағартушылардың нақыл сөздер. Қандай нақыл сөздер есімізде бар деп, мына жасанды интеллектіні қосасыз. Шоқан Уәлихановтың сөзін есімізге сақтайық. Халықтың кемеліне келіп өркендеу үшін алдымен азаттық пен білім керек дейді. Яғни өте керемет сөз, сол кездің өзінде білімді насихаттаған екен 18-ші ғасырдан. 19-шы ғасыр. Так, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сыйса көйлек үстіңде, тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы, шоқу менен табылған деп ары қарай өлеңді жалғастырып кетті. Қандай керемет сөздер. Екі ағартушы да білімді насихаттап жатыр. Ал ендеше сабақ жалғастырайық. Кәнекей шығарайық деп, мынаны тақтада сыпылдатып орындатып шығасыңыздар. Дәптерге де жазбаша, төртеуін жазғыза қойың, жазбаша, бәрін жазып отырса уақыт жоқ. Бірақ тақтада барлығын сенсорлы экран болса, карандашын шығарып жіберіп сыпылдатып жазып шықсын. Сенсорлы экран жоқ болса, жаңағы жасыл тақтаңыз бар ғой, соған жаздырып шығыңыздар. Бұған 3 балл беріледі. Ұжымдық жұмыс бұл да. 3-ші тапсырма. Қазақтың балалар, Ыбырай Алтынсарин мектеп ашқан білесіздер ғой. Сол мектеп ашқан кезде 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем. Алдымен есептің шартын құрайық. Қыз 211, бұл 4 есе кем ұлдардан. Яғни, бұл кері есеп, яғни мына жерде айтпақшы. Не істейміз сонда? Ұлдарды табу үшін біз 211-ді 4-ке көйтеміз дейді балалар. Дұрыс айтасыңдар. Ұлдарды тапқаннан кейін не істейміз? Барлығын табу үшін. Қыздар мен ұлдарды қосамыз. Кәнекей ендеше деп мынаны шығарасыңдар. Жауабын жазған кезде қысқаша жаза қойсын. Яғни мына жерде бірдеңе деген сан шығады ғой, бірдеңе оқушы деп жаза қойсын. Ұзақ отырмасын, тез-тез жазсын. Жұптық жұмыс, одан кейін оған да 2 балл беріледі. Және жұптық жұмыста қараңыздар, мынау шығарып бересіңіздер. Әр оқушыға, әр жұпқа шығарып бересіңіз. Болымды болымсыз екен ғой қазір. Папкамыз қайдан? Әр жұпқа біреуін, класста 20 оқушы болса, мынаның 10-ын шығарасыңыз ғой. Екеу ара біреуін бересіңіз, осы жерге орындасын. Бұл есептің шарты да, шығаруда өте оңай. Мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл, 36 қыз. Олар 4 топтан бөлінеді. 48-ге 36-ны қосады, бірінші амал, екінші амал шыққан санды 4-ке бөледі. Өте оңай 2 балл беріледі. Енді сергіту сәтіне келдік. Көпшіліктің сұрауы бойынша осыны қойдым мен. Егер осыны орындатқыңыз келмесе, бұрын орындатып жүрміз біздер деп, басқа сергіту қойдым. Мына жерде көңілді викторина, бұл жаңағы word-wall. Мына сілтемені басасыңыз, мынандай есеп шығады. Сәйкестендіреді. 143-ті 2-ке көйтеміз, мысалы. Неше 286 ма, мынаны сүйреп мына жерге әкеледі. Немесе мына оюдың орнына өзіңізге ұнатқан кері байланысты, сергіту сәтін қойып алсаңыздар болады. Бұл сұрау бойынша осыны тапсырыс берген мұғалімнің сұрауы бойынша қойып отырмын. Қараңыздар, топтық жұмыс 6 есеп бар ғой. 6 есепті әр топқа екеуден бөліп бердік. Оқулықта барлық тапсырма қамтылмаса да, енді тең жартысы қамтылу керек. Ал ендеше бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топқа қандай есептер берілді екен? Мынаның асықтың үстін бассақ, бірінші топтың есебі. Қоржынның үстін бассақ, ашылады. Бірінші топ көрдіңіздер ма? Осыны шығарасыңдар. Мына асықтың үстін бассақ, мынаған қайтып келеді. Екінші топтың асығын бассақ, мынау шығады. Екінші топ, сендер мына 213 көйту 3 пен 314 көйту 2 деген шығарамыз деп айтасыңыз. Мынау үшінші топ, сендер мынаны шығарасыңыз. Мына есептер енді топтық тапсырма ретінде бұлай тұр. Мінеки. Бірінші топ А4 қылып шығарсаңыз да болады, А3 қылып шығарсаңыз да болады, өзіңіздің жағдайыңызға қарай. Мынау үшінші топтікі. Осы үшеуін шығарып аласыздар, түсінікті ме? Енді топтық тапсырмадан кейін сабақты бекітеміз. Спеннер әдісі бекіту дегенді бассақ айналады. 13-ті 3-ке көтсек 39. 7 есеп бар. 32-ні 3-ке көтсек 96. Балалар өздері бассын. Өздері басып, өздері айтып, осы 7 есепті шығартып шығың. 5-еуінде шығартсаңыз болады, уақыттың тығыз несіне қарай. Енді мына жерге мен өз атым жазып қойдым, Жанар деп. Сендер мынақа аттарыңызды, оқушыларыңыздың аттарын жазып шығасың. 20 оқушыға арналған бұл. Қараңыздар, мысалы Жанар манағы атты жылжытып отырды ғой, неше алды? 10 алдым мен дейді да, 10-ды басып кетеді Жанар деген қыз. Мына екінші оқушы алады да, мен 9 алдым дейді. Ал сен неше алдың? Мен 8 алдым, мынау 10 алдым, мынау 8 алдым. Көбі 9-10 шығар, барлық тапсырманы орындаған болса, сол үшін ана бәйге бағалауды дұрыс бағалап отыруын айтпақшы, мына екеуін басып жүріппін. Біреуін басасыздар тек қана. Сосын мынау 20 оқушыға арналған ғой. 20-дан көп болса былай істейсіңдер. Мынаны
дублировать слайд деп бассаңыз, мынау 3 бет болады, не көрдік па? Оны удалить ету үшін мынау оң жағын басып, мына удалить слайд десеңіз кетеді. Түсіндік па? Енді одан соң кері байланыс бересіңіз. Мынаны бар ғой, мұғалімнің бағалау қылсаңыз да болады. Мысалы, балалар, сендер неше бала алғандарыңызды айтыңыздар, мен де сіздерге баға қойып шығайын. Жанар, сен бүгін сабаққа күшті қатыстың деп, оң қоям деп, осылай өзіңіз де бағалап шықсаңыз болады да, балалар тез болмайды. Бір-бірлеп бассын, бір-бірлеп. Әрқайсысы басса, мына тақтаның беті өзгеріп кетеді да. Жанар, мен сабаққа түсіндім деймін да, мен мына сал жасылды басам. Бәленше мынаны басады, түгенше мынаны басады. Біреуін басамыз тек қана. Біреуін басып кетеді. Осылайша кері байланыс аламыз. Жаңадан шығып жатқан тәсіл бұл. 20 оқушыға арналған үй тапсырмасын бересіңіздер. Енді қараңыздар, бағалауыңыз мына атты шығарып аласыңыз, ламинаттайсыңыз, канцелярский ножпен мына жағын кесесіңіз. Мінекей мынандай дүние шығады. Мына соны мынанда қиып алып ламинаттайсыңыз, мынандай шығарасыңыз ғой өшім. Ашық сабаққа қош келдіңіз деп, ортасына бірдеңе жапсырып берсеңіз болады. Міне, ашық сабаққа қош келдіңіз деп, келет мұғалімдерге бұл. Мынандай шоколадты алып бетіне жапсырамыз. Бір бетке екеуі шығады, көрдік па? Енді мен бәрін түсіндіріп отырмын. Мынау 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ тапсырмасы. Мынау ағартушылардың видеосы, мана ағартушылар деген кім деген. Мынау амандасу, әр елдің амандасуы. Мынау слайдыңыз, мынау жұптық жұмысыңыз, мынау қымыжыңыз, мынау ою сергітуіңіз. Егер ашпай қалса деп жіберген, барлығы слайдтың бетінде тұр, ашу керек. Мынау үйренейік деген видеоңыз манағы. Мынау жасанды интеллект шоқан, мынау жасанды интеллект ыбырай. Барлығында жіберем, ашу керек.